Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бүгін 9-шы сабақ, қош келдіңіздер. Бүгінгі сабаққа қысқаша түсіндіріп кетейін, не болады бүгін сабақта. Бүгін сабақта адам үйрену барысында көптеген процесстерден өтеді, бірақ соны көбісі сырттан өзін бақылай бермейді. Біз алдыңғы сабақтарда сіздермен көптеген біраз тақырыптарды, біраз теорияларды пысықтаған болатынбыз. Енді осы бүгінгі сабақта жалпы үйрену барысында қайталаудың маңыздылығы, сонымен қатар еске түсіру деген теорияның маңыздылығы, сонымен бірге жалпы қате жіберудің маңыздылығы, және де адам көпшілік жіберетін үлкен қателік, яғни иллюзия деп аталады бұл. Яғни сіздегі айналаңыздағы бар материалдарға сеніп, өзіңіздің миымда да сол материал мені орнықты деп ойлап қалу. Яғни бұл өзіңізді тексеріс барысында байқалып қалады. Сондықтан дайын болыңыздар, кеттік ендеше. Алдыңғы сабақта айтқанымыз бойынша адамның миында екі сақтау жүйесі бар, яғни қазіргі және ұзақ мерзім сақтау. Яғни біздің осы қазіргі сақтау жүйесіне көбірек мән берейік осы сабақта. Көріп тұрғаныңыздай 4 орын бар. Осы 4 орында қазіргі сақтау жүйесі іске асатын болады. Сонымен осы сабақта біз осы көрсетілген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Яғни сабақты еске түсірудің пайдасы, қайталау қай кезде қолданылады, үйрену басындағы үлкен қателік. Осы үйрену барысында біздің қысқа мерзімдегі сақтау жүйеміз қалай жұмыс жасайды, және де еске түсіруден кейін өзімізді тексерудің, яғни кішігірім тест жасаудың пайдасы, және қателесудің үлкен тестке дайындық барысындағы үлкен пайдасы, және де тестке дайындалу барысында осы еске түсіру методикасының үлкен пайдасы туралы айтатын боламыз. Сонымен кеттік. Біз жалпы еске түсіру барысында, мысалға сабақтан кейін, сабақтан шыққасын кітапты оқыған нәрсеміз қайталай бермей, оны өзіміз еске түсіруге тырыссақ, ол біз үшін өте тиімді, өте сондай, және яғни біздің қазіргі сақтау жүйеміздегі бос орындар қатты жұмыс жасайтын болады. Біз үшін ол өте тиімді. Ал қайталау қай кезде іске асады? Бұл сабақты оқығаннан кейін бірден қайталау, бұл адамға тиімсіз болып есептеледі. Яғни біз айтқан алдағы мидың 4 точкасы бір-бірімен байланысу арқылы, еске түсіру арқылы нығаятын болады. Яғни бұл жерде айырмашылық қайталау, яғни бұл араға уақыт салу арқылы жүзеге асады. Мысалға, сіз бір күн оқысаңыз, ертең қайталайсыз. Ал еске түсіру барысында осы алдағы қысқа мерзімдегі сақтау жүйеміз белсенді жұмыс жасайтын болады. Яғни осы арасындағы нейрондар бірімен қатайып, осы 4 точка, ол бір точка айналады. Яғни сіз оны меңгергеннен кейін, еске түсіргеннен кейін, сізде алдыңғы сабақта айтқандай бөлшектерді түсіну арқылы сізде есіңізде, яғни қысқа мерзімде бұл еркін жүретін болады. Яғни сізге оны еске түсіру, оны үйрену оңай. Ал егер сіз сабақты оқып, одан кейін өзіңізде кітапқа немесе интернеттегі пайдалы материалдарға сеніп, өзіңіздің миыңызда осы оқылған сабақ миыңызда мен түсіндім, мен оны білем десеңіз, онда сіз алданған боласыз. Яғни сізге оны еске түсіріп қайталамасаңыз, сіз өзіңізді алдап, тест болатын күні өзіңіз таяқ опық жеп қаласыз. Сондықтан тек қана қайталап қоймай, оны еске түсіру арқылы, оны нығайтып, оны өзіңізді тексеріп, нығайтып, түсінігіңізді арттыру керек. Яғни үйрену процесі өте тиімді, бізге жақсы жағынан әсер етеді. Және де тест демекші, сіз үйренген затыңызды сабақтан кейін паркте немесе жолда да қайталасаңыз болады. Яғни сіз осылай қателесу арқылы, еске түсіру арқылы сіз үлкен тестке жақсы дайындықта боласыз. Назарларыңызға рахмет.